Сәлем достар, Let's Cook кесет арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мерекелік дастарханға арналған керемет салат рецептін ұсынамын. Видео қызық болса, оны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен қайнатылған тауық етін дәл видеода көрсетілгендей етіп, 4 бұрыштап турап аламыз. Одан кейін 100 грамм ірімшікті үккіштің майда көзінен өткіземіз. Қайнатылған жұмыртқаны да үккіштен өткізіп аламыз. Дәл солай қайнатылған сәбізді де майдалаймыз. Және бір дана қайнатылған қызылшаны да үккіштің майда көзінен өткіземіз. Ал енді салат жинап бастаймыз. Мен диаметрі 16 см форма қолдандым. Ең астына тауық етін салып, оны тегістеп және кішкене тұздап алғасын бетіне майонез жағамыз. Айтпақшы достар, бұл қолдың майонезі рецепт сілтемесін осы видеоның астында қалдырамын. Қалған өнімдердің реттілігін дәл видеода көрсетілгендей етіп сала береміз. Және салатты тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қоямыз. Осымен салат дайын достар, өте оңай және шыны керек, дәмі патшубай салатына өте қатты ұқсайды. Егер қаласаңыздар, салатты мінекей осылай безендірсеңіздер де болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге сөзсіз ұнайды. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет достар. Келесі кездескенше аман сау болайық.